Сәлеметсіздер, Пайталақ кеңес арнасының көрермендері, бүгінгі видеомыз омыраудың ойлы себептерін айтатын боламыз. Видеомыз басталмас бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сүтімен емізу ана үшін де бала үшін де ең пайдалы. Жаңа туған сәтте көп емізу жатырдың тез жиырылуына алып келеді. Бала денсаулығы үшін таптырмас витаминдер. Не үшін сүт безі тілінеді? Себептерін айта кетсек, баланы дұрыс емізбегендіктен, сүт безін дұрыс күтпегендіктен, тазалықты сақтаймын деп кей аналар әр емізіп болып жуа береді. Сүт безі құрғап, соның салдарында тілінеді. Баланың уздечкасы қысқа болады. Бала тағы дұрыс еме алмай, анада тіліну пайда болады. Еміне келетін болсақ, әр емізіп болған соң, оны кір сабынмен жуудың қажеті жоқ. Себебі сабын омырау ұшын құрғатып, тілінуіне алып келеді. Емізіп болған соң, өзіңіздің сүтіңізбен жақсылап өңдеп қойсаңыз, кеткенше кішкене ашық қалдырасыз, сонда омырау ұшы құрғамай, келесі емізуге дайын тұрады. Ана сүті стерильді болып келеді. Қызылмай немесе оливковый масланы омырау ұшына жағып қойсаңыз, құрғамай тілінудің алдын алады. Менің өзіме көмектескен ең керемет әдіс народная медицина, яғни халық емі. Омырау ұшын маймен майлап, жаңғақтың ішін тазалап, омырау ұшына кигізіп қойсаңыз 15-20 минутқа. Ең басты принцип баланы дұрыс емізу. 3-4 принципі бойынша емізу керек. Оны келесі видеомызда айтатын боламын. Егер дұрыс емізбесеңіз, бала тек ұшын ғана еміп, соның омырау ұшы тілініп ауырсынады. Ауырсынғанда шыдамаған ана келесі омыраумен ғана емізе береді. Соның салдарынан омыраудағы сүті қатты лактоз дамиды. Бюстгальтерді жиі ауыстыру. Ішіне бір рет қолданылған дәке салып қойыңыз. Суланып кетсе ауыстырасыз. Өз сүтіңізді шағып, кеткенше кішкене ашық қалдырып кептіріп алыңыз. Құрамында ланолині бар кремдер жағу. Бипантен, пюролин кей аналарға көмектессе, кей аналарға эффект болмай жатады. Ол енді тілінудің түріне байланысты.